Ең үздік, ең озық және ең тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін смартфонның көлеміндей шағын зертханаларға тоқталамыз. Бірі қатерлі ісікті анықтаса, енді бірін фермерлер қолданады. Қатерлі ісікті анықтаудың тың тәсілі. Израильде дәрігерлерге арналған анализатор әзірленді. Смартфон секілді шағын зертхана, ауыл шаруашылығындағы зиянкестермен күресетін аппарат құрастырылды. Шаруаларға арналған шағын зертхана. Польша ғалымдары шаруалармен қоян қолтық жұмыс жасап келеді. Нәтижесінде фермерлердің қаржысын үнемдеу арқылы зиянкестермен тиімді күресу жолдары табылды. Бұл ДНК сараптамадан өткізетін зертхана, басқалардан ерекшелігі сол. Және инженерлер оны смартфонға ұқсатып жасаған. Құрылғы микроорганизмдер ДНК-сының құрамын анықтауға мүмкіндік береді. Сөйтіп өсімдікке түрпідей тиген зиянкестердің түрлері анықталады. Егістік алаңынан жиналған үлгілер осы шағын зертханаға енгізіліп, өңделеді. Бірнеше минуттың ішінде нәтижесі белгілі болады. ДНК-ны адамның саусақ таңбасымен салыстыруға болар. Егістік алаңынан жиналған топырақ пен өсімдіктің құрамындағы микроорганизмдер анықталады. Кейін зиянкестің қай түрімен күресу керектігі шешіледі. Шағын зертхананы құрастырған Nex Bio компаниясы Польшаның Люблин қаласындағы ғылыми технологиялар парк құрамына кіреді. Бұл зиянкестермен күресудің тиімді тәсіл екендігіне сенімді. Фермерлер арнайы зертханалармен жұмыс істеп, оның нәтижесін бірнеше күн күтетін еді. Енді тәжірибе жасайтын капсулалардың түрі дайындалды. Ол нақты зерттеу жүргізу үшін қажет. Мәселен, астық дақылдары бірқатар пестицидпен өңделеді. Оны үйіп төгіп алып жатқан фермерлерге қиын. Енді осындай зертхананың арқасында кейбір пестицидтерді қолданбауға болар еді. Жоба авторларының айтуынша, шағын зертхананы нарыққа шығару үшін кемінде 2 жыл уақыт керек. Израиль ғалымдары да көштен қалар емес, мұнда да шағын зертхана құрастырылды. Оны дәрігерлер қолданады. Нанос деген құрылғы өкпеден шыққан ауаны саралап, адам бойындағы ауруға қатысты мәлімет береді. Адам бойындағы ауру асқынған жағдайда организмде бірқатар өзгерістер болады. Оны біз өзгерген молекулалар деп те атаймыз. Оны зәрдің құрамынан, тері мен адам тынысталған ауадан да табамыз. Құрылғы газ анализаторына ұқсаған. Естеріңізде болар, құқық қорғаушылар жүргізушінің қан құрамындағы алкогольді анықтау мақсатында осындайды қолданатын. Технион институтының ғалымдары айтарлықтай нәтижеге қол жеткізді. Тәжірибе барысында 86% жағдайда дұрыс диагноз қойылған. 1400 адам қаралғанын айту керек. Шағын аппараттың көмегімен адам бойындағы бірқатар аурулар анықталды. Қатерлі ісіктің 2 түрі, Крон ауруы, Паркинсонның 2 түрі, жуан ішектің тітіркену синдромы, ұмытшақтық және өкпе мен бүйрек дерті табылды. Тағы бірқатар компания Nanos шағын анализаторын әзірлеу лицензиясын алып қойған. Құрылғының бағасы арзан. Бұл да кезекті артықшылығы. Құны 1,5-нан 6.000 теңгеге дейін. Орташа есеппен 1 жылдың ішінде құрылғы нарыққа шығарылады. Павлодарда қазақ тілін үйрететін тағы бір мессенджер дүниеге келді. Интернет ақтарып өздігінен бағдарлама жазуға ден қойған оқушылар сөйтіп ақпараттық технологиялар нарығына қадам басты. Бірқатары күрделі жобаларды қолға аламыз дейді. Бұл Шыңғыстың 1 жыл ішіндегі 2-ші жобасы. Бастапқыда жергілікті мейрамхана иесінің тапсырысы бойынша ас мәзірінің электронды нұсқасын әзірлеген. Шыңғыс пен оның сыныптасы Абдул Гафар интернет ақтара отырып, мобильді қосымшаларды жасауды меңгеріп алған. Қазір Казлинго деп аталатын қазақ тілін үйренушілерге арналған кезекті жобасын қолға алды. Оқушылардың қолынан шыққан мобильді қосымшалар сатылмайды, тек бос уақыттарында бағдарлама жазумен айналысады екен. Казлинго өзге де тіл сервистеріне ұқсаған. Интерфейсі қарапайым, тестілеудің бірнеше кезеңі ұсынылады. Отбасы, жануарлар, тағам секілді бірқатар тақырыптар бар. 4 тілді меңгеріп алған Шыңғыс пен Абдул Гафар сервистің ағылшын мен орыс тілін білетіндерге арналғанын айтады.